Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге сарымсақ қосылған нанның рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі тез жасалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап көріңіз. Ең алдымен маргарин немесе осындай сары майымызды бөлме температурасында ертіп алатын боламыз. Мінекей қағазда ашпай тұрып осылай толықтай ертіп ыдысымызға саламыз. Және де укропымызды өте майда етіп турап, осы майдың үстіне салатын боламыз. Шамамен 50 граммдай қоссаңыз жеткілікті. Үшінші кезекте сарымсағымызды үкішіміздің ең үлкен көзінен жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Барлығын осылай. Егер де өткізбеймін десеңіздер, духовкада пісіріп алсаңыздар болады сарымсақты, немесе осылай үкіштен өткізсеңіздер де болады. Ең оңайы осы үкіштен өткізіп алу. Одан кейін сырымызды үкішіміздің үлкен көзінен барлығын осылай өткізіп шығамыз. Бізге 200 граммдай сыр керек болады. 100 граммды осылай ішіне қосамыз. Паприканы бір шай қасықтай болатын паприка салып, және де кішкене ғана қара бұрыш қосамыз. Ең соңында вилкамыздың көмегімен барлығын жақсылап тұрып толықтай араластырамыз. Яғни сары майымызды, маргаринімізді толықтай біріктіретін боламыз. Сонан кейін батон нанымызды дәл ортасынан кесіп шығамыз, бір-бірдей етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Немесе кез келген нанды ала берсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша осылай әдемілеп кесіп аламыз, және де пергамент орналасқан осы противеннің үстіне қоятын боламыз. Және де осы арнайы дайындалған қоспамызды нанның үстіне теңдей етіп салып, осы вилканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап жағып шығамыз. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом сізге ұнап, егер де пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді комментарий бөліміне жаза қалдырыңыз. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Қалған кішкене сырымызды бетіне осылай әсемдеу үшін сеуіп жібереміз, және де пешімізді 180 градуста алдын ала қыздырып, 15-20 минутта пісіріп аламыз. Піскен кезде түрі осындай әдемі қытырлап тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырын көбірек сепсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осымен біздің сарымсақ қосылған нанымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналымда өте оңай тағамдар, салаттар, торттардың рецебі өте көп. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Егер де балаларыңыз сарымсақ жемейтін болса, дәл осылай жасап беріңіздер. Балалар бұны өте жақсы көреді. Қытырлап тұрғаннан кейін наны қалай жегенін білмей қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Адам ағзасына сарымсақ өте пайдалы, сондықтан жиі жасап тұруға кеңес беремін. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Гүлсая, ас болсын.